Сәлем көрермендер. Бүгінгі видеода біз қызықты викторина өткіземіз. Әр сұраққа дұрыс жауап беруге тырысыңыз. Уақытты созбай ойынымызды бастаймыз. Бірінші сұрақ. 2011 жылы әлемдегі ең танымал тағам түрі: пицца, самса, макарон, гамбургер. Уақыт кетті. Жауабы: макарон. Екінші сұрақ. Американдық дүкендерде ең көп ұрланған кітап түрі: діни кітап, киелі кітап, рухани кітап, әдеби кітап. Уақыт кетті. Киелі кітап американдық дүкендерде ең жиі ұрланған кітап болып табылады. Үшінші сұрақ. Сауд Арабиясында мүлдем кездеспейтін не? Өзен, кітапхана, құм, мектеп. Жауабы: өзен. Төртінші сұрақ. Бәріміз білетін ұша алмайтын құс түрі: тауық. Сол тауықтың ең ұзақ ұшуы неше секундқа созылған? 10, 13, 11, 3, 7. Бар болғаны 13 секундқа созылған. Бесінші сұрақ. Әлемде неше пайыз адамдар солақайлар? 27, 4%, 15%, 7%. Уақыт кетті. Тек 7% солақайлар. Алтыншы сұрақ. Ұшпайтын құс туралы тағы бір сұрақ, бірақ сұрақтан бұрын бір факт айта кету керек. Бұл құс ұшпайтын құстардың арасындағы ең жылдамы, бұдан тез жүретіні жоқ. Ал сұрақ. Түйе құстардың жылдамдығы неше? 95, 62, 58, 70. Жауабы: түйе құстың жылдамдығы 70 км секундына жетеді. Жетінші сұрақ. Түшкіргенде дененің барлық қызметі не істейді? Аяқ дірілдейді, қол тартылады, жүрек тоқтайды, дене секіреді. Жауабы: барлық қызметі тоқтайды екен, тіпті жүректе тоқтайды. Сегізінші сұрақ. Орташа есеппен алғанда ең қысқа бойлы адамдар: жапондықтар, қытайлықтар, немістер, орыстар. Уақыт кетті. Жауабы: жапондықтар екен. Ал 9-шы сұрақ. Керісінше орташа есеппен ұзын адамдар: қазақтар, голландиялықтар, түріктер, поляктар. Уақыт кетті. Жауабы: голландиялық адамдарда екен. 10-шы сұрақ. Англияда итті ұрсаң не болады? Ақша беріледі, жазаның ауыры беріледі, сыйлық беріледі, елден шығарып жібереді. Уақыт кетті. Жауабы: Англияда итті ұру адамды ұрудан да ауыр жаза болып табылады. Көрермендер, осымен ойынымыз бітті. Видео ұнаса лайк арқылы маған жалғастыру керек екенін түсіндіре аласыздар. Келесі видеоларда сұрақ санын көбейту қажет пе? Пікірлеріңізді жазыңыздар, міндетті түрде оқимын. Біздің басқа видеоларымызды көру үшін осы жерді басыңыз және арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта біз сіздерге тағы да қызықты және танымды видеолар дайындаймыз. Сау болыңыздар.